Ассалаумалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен торт пісіретін кондитерге ең қажетті маңызды деген заттарға обзор жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл бізде поворотный столик деп айтылады. Бізге тортымыздың сыртын обтяжка жасауға өте керек зат. Одан кейін бізге міндетті түрде таразы керек болады. Себебі барлық затты өлшеп, грамдап қолдануымыз керек. Одан соң бізге керегі пергаментный қағаз керек. Бұл кожуктарыңызды пісіретін кезде керек болады. Және де сапасын таңдағандарыңыз дұрыс. Себебі бір қағаздарға кожуктарыңыз жабысып алынбай қалуы мүмкін. Сол себепті сапасын таңдағандарыңыз дұрыс болады. Бізге фольга керек болады. Кальцумыздың сыртын қаптап, бисквит пісіргенге қажет зат. Мінеки кальцо деп айтып жатқанымыз осы зат. Біз бұнымен бисквит пісіреміз және де торттарымызды жинайтын боламыз. Мінеки осылай ұзарып, қысқара береді. Кез келген өздеріңізге қажет сантиметрлеріңізге қысқартып ұзарта бересіздер. Және де бізге осындай скрипкалар керек болады. Өзімізге керек сантиметрді таңдап алғандан соң осылай қойып қоямыз, сонда жылжып кетпейтін болады. Сонымен қатар бізге миксер керек болады. Міндетті түрде ең қажетті заттардың бірі десем де болады миксерді. Және де бізге осындай шпатель керек болады. Торттарымыздың сыртын түзулеуге, обтяжка жасауға қажет заттардың бірі. Бұл да ұзындықтарына қарай бөлінеді. Кішкентайы да бар, үлкені де бар. Бізге осындай орташасы керек болады. Мінеки бізге тағы осындай шпатель керек болады. Бұл да біздің тортымыздың сыртын тегістеуге керек заттардың бірі. Бұл бізде лопатка деп айтылады. Әрине, кондитерская лопатка деп айтылады. Дәл осындай лопатка алуларыңызға кеңес беремін. Асты мен үсті ажыратылып тұратын лопатка алмағандарыңыз дұрыс. Себебі ол бір жағынан ыңғайсыз, бір жағынан ол ұзаққа бармайды. Және де маңызды заттардың ішіне кіретін бұл венчик. Венчикпен біраз нәрселерді араластыратын боламыз. Бұл зат бізде сетка деп айтылады. Оның қопсытқыш және какао деген сияқты заттарымызды өткізіп илегенге. Бұл бізде кондитерский мешок деп айтылады. Бұның ішінде 103 штук бар және де бұл размерлерге бөлінеді. ЛК, МК, СК деп. Мендегі размер МК. Және де бұның ішіне кремдерімізді саламыз. Және де тағы басқа заттарымызды салатын боламыз. Және де бізге насадкалар керек болады. Кремдерге, яғни мендегі номер 808. Бұл насадка вупипайға арналған, өте идеальный болып шығады насадкамен. Тағы да осындай насадкалар алып қойсаңыздар болады. Маңызды заттардың бірі десем де болады. Креммен оформление жасағанда өте керек заттардың бірі. Осындай насадкаларды жиынтығын алып қойсаңыздар болады. Ішінде 6 штук болады. Бір пачкасын сатып алсаңыздар, және де осындай ақ пластмасс бірге шығатын болады. Мінеки насадкамызды үстіне қойып аламыз. Сосын видеода көріп тұрғандарыңыздай мешоктың ішіне салып, осылай жасайтын боламыз. Осылай бұрап қоятын боламыз, сонда ажырап кетпейтін болады. Негізінде кондитерский мешоктың өзінде пайдалансаңыздар болады. Тек қана насадканың өзін кесіп қойып. Мінеки бізге ең қажетті деген заттар осылар. Бұдан артығы бізге қатты қажет емес. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.